Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге осындай сабыннан картина жасап үйрететін болам. Өте оңай. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, подписаться етіп қойыңыздар. Бізге керек заттар осындай ыдыс керек болады, және де бізге свет керек. Белый және де бесцветный минная основа керек болады. Және де осындай картина керек болады. Ең алдымен ыдысымызды спиртпен шашып аламыз. Шашып алғаннан кейін мен минная основаның ертіп алдым. Осының үстіне картинамыз бататындай шамамен көз мөлшерімізден құятын боламыз. Мен алдым кішкентай құйып алдым. Міне көріп тұрғандарыңыздай енді картинамызды теріс қаратып ішіне салатын боламыз. Таяқшаның көмекшесімен осылай батырып, барлығына толықтай су тиіп тұру керек. Мен мұндай картинамның құттай батпай тұрғандықтан үстіне тағы қосып құйдым. Достар, мен каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Ендігі кезекте осының қатқанын күтетін боламыз. Ендігі осы белый минная основамызды ертіп аламыз. Міне достар, менде қатты. Енді осының үстіне спрейштің көмегімен суретіміз көрінбейтіндей құйып шығатын боламыз. Алдымен бірінші спиртіміз шашып алайық. Дәл осы видеодай үстіне құйып шығатын боламыз. Ендігі кезекте мына қалған минная основамыздың үстіне түсімізді құямыз. Өз қалауларыңыз бойынша свет берсеңіздер болады. Осылай дұрыстап жақсылап араластырып, мынада светім қатты ашықтау болып кеткендіктен үстіне тағы добавкілеп қостым. Жақсылап араластырғаннан кейін үстіне қоямыз. Міне достар, бізде сабынымыз уже дайын болды. Ендігі кезекте осы сабынның қатқанын күтетін боламыз. Міне достар, қатты. Енді сіздерге осының алу жолын көрсететін боламын.
міне достар, сабыннан жасалған картинамыз дайын.